Балалар, қазір біз Қазақстан ұлттық ойыны қанталапай ойынын ойнаймыз. Ендеше ережесімен таныстырып өтейін. Балалар, менің қолымда қоржында көптеген асықтар бар. Осы асықтарды алақай-балақай, басталды ойын талапай деп орталарына шашып жіберген кезде асықтарды жинап аламыз да, көп асықтың ішінен бір асықты сақайып таңдап, қалған асықты көңге тігеміз. Осы көп асықтың ішінде бір ғана қызыл асық бар. Осы қызыл асық хан асығы деп аталады. Егер де кімнің қолына хан асығы түссе, сол ойыншы ойынды бірінші бастайды. Көндегі асықты ату кезінде тигізетін болса, ол ойыншы әрі қарай жалғастырады. Ал егер тигізе алмай қалса, мен сұрақ қоям, сұраққа жауап берсе, ойыншы ату мүмкіндігін тағы да жеңіп алады, әрі қарай атады. Егер де жауап бере алмай қалса, келесі шешуін шешкен, сұраққа жауап берген ойыншы әрі қарай ойын жалғастырады. Сөйтіп, көндегі асықтардың барлығы таусылғанша ойын жалғаса береді. Ойын аяқталған кезде баршамыз асығымызды санаймыз. Кімнің асығы көп болса, сол жеңімпаз атанады. Ендеше ереже түсінікті ме? Түсінікті. Ендеше ойынды бастаймыз. Жақындаймыз балалар. Саған сұрақ, асықты қайдан аламыз? Қандай саған сұрақ? Жеті адамды ата. Мұрат, Қанағат, Аққали, Атабай, Кенжалы, Бақытжан. Тамаша. Келесі ойын кездегі өзіңде. Сұрақ. Ұлттық ойындарды ата. Май, Мармен сұрақ. Ұлттық ойындарды ата. Ашық, Бұлтпар, Су, Арқан Сарқыз, Ақсүйек, Жарайды. Ұлттық тағамдарды ата. Бауырсақ, құрт, қаймақ, ірімшік, қазы. Тамаша. Салт дәстүрге не жатады? Той, сау бізде,